жобасының тірегі атты әкелер форумына қош келдіңіздер. Бүгінгі шарамен енді баршаңызға қалалық мәслихат депутаттарының және өз атымнан шын құттықтаймын. Енді бұл дейтін өзекті мәселе деп ойлаймын. Әке бүгінгі күннің қалай айтсақ болады, батыры десек болады. Осы отбасын қазақта айтады ғой, елі болады десең бесігін түзелейді. Сол барлығы ұрпақтан басталады, бұл ешқашанда кеш емес, жаңа келген ұрпаққа. Енді бүгінгі қоғамымыздың трагедиясы менің ойымша мына жастардың, кейбір жастардың бетін алып қалса, кейбір жастардың әкесіз қалуы, әкесіз өтуі. Былай айтқанда тірі жетім дейді қазақта. Әкесі бар, басқа жақта немесе басқа шаруалармен жағында жүргенде. Сол балалардың болашағы қалай болмақ. Енді аш бала мен тоқ бала ойнамайды дейді қазақта. Сол айтқандай отбасы түгел адамдар, оның жаңағы әке болып жүріп па, дұрыс әке болып жүріп па. Бүгінгі форумда тек айтып қана қоймай, мүшелік жиналып отырған еліміздің жанашырлары, азаматтары, біраз жігіттерді көріп отырмыз, таныс жігіттерді. Бұл жерде мәселені біз ертең осы платформаны әке болу мектебін қалай қалыптастырамыз заманауи. Баяғыда Әбіш Кекілбаев айтады ғой, білекпен күшке сенген заманда есеңді жібермедік, білімге сенген заманда қап қалып жүрмедік деген сияқты. Әкелердің бәрі бақытты әкелер өте көп, баласына оң жол көрсетіп жүрген, баласының басындағы қиындықты шешіп жүрген, баласының өмірден өз орнын, жолын табуға көмектесіп жүрген әкелер көп. Енді бір өкініштісі, осындай жиындарға сондай жақсы әкелер келеді де, ал баласына көмектеспейтін, баласымен тіл табыса алмайтын, баласының мәселесін шешуге көмектесе алмайтын адамдар келе қоймайды. Енді осы жағы кішкене қынжылтады. Жалпы бақытты әке болудың кілті мынандай, бірінші мынау, екінші мынау, үшінші мынау деп ешкім санамалап бере алмайды. Оны әрбір әке өзі баласының мінезіне, баласының жан дүниесіне, жүріс тұрысына қарап өзі бір шешім шығарады. Бейбастақ қып өсірсе қылығын кінәлі әке жазығы жоқ ұлының дейді. Сонда біздің баламыз алдымыздан ғана тәрбиесіз болса, көргенсіздеу болса, әдепсіз болса, оған кінәлі әке. Дейді, әке көрген бұл әкедей болады, нені ексең, жерден соны орасың дейді. Яғни бұл жерде айтып тұрғаны, әке дұрыс қылығын көрсетсе, бәріміз білеміз бе, бала біздің қылығымызды қайталайды. Егер біз жақсы нәрселер жасасақ, ол баланың бойына жақсылықтың, жақсы дүниенің дәнегін егеміз. Бүгінгі таңда Өзен қалалық сотының өндірісінде 15 арыз күніге түсетін болса, соның 13-і неке бұзу туралы арыз екендігін айтқым келеді. Оның 13-інің тек қана неке бұзумен ғана шектелмейді, білесіздер. Ол жерде неке бұзған кезде балаға төленген, кәмелет жасына толмаған балаға төленген алимент, одан қалды ортақ мүлікті бөлу, баланың тұрғылықты жерін айқындау, баламен араласу тәртібін белгілеу туралы мәселелерді бірден шешу қажет. Баяғының әке отбасы, отағасы деп құрметпен қарайтындай жағдайда емес. Өйткені неке бұзу туралы арызбен келіп тұрған кезде әкелердің пікірін сұраймын. Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы жоғары сотының төрағасының ықпалымен татуластыру рәсімдерін жүргізу тәртібі де енгізілді. Бірақ одан да ешқандай нәтиже шығып жатқан жоқ. Өйткені бүгінгі таңда арыздарын кері алып кетсе де, бір аптадан, бір айдан болсын, әйтеуір қайтадан арыздарын беріп жатыр. Бірақ сол баяғы жартас бір жартас, ешқандай өзгермеген, баяғы түсініспеушілік. Ал алдымызға келген арыздың бәрін негізінен қарап, заңның шеңберінде некені бұза беретін болса, біз тек қана тірі жетімдер санын көбейтеді екенбіз. Өзіңіздің ұрпағыңызды көбейтемін келген қызды құрметтемесеңіз, онда балаларыңыз қандай тірі жетім болады? Шындап келген кезде. Оған берілетін материалдық дүние, ол әке болмайды. Оған внимание, оған мейірімділік, оған қамқорлық әке болады. Шын айтқан кезде, жаңа мынандай мақал айтып кетті ғой, әкелі бала жау жүреді, әкесіз бала су жүреді деп. Мен сол психологиялық жағын айтып кетейінші, су жүреді. Мен су жүреді деген не екен? Әкесі
қорқынышпен өскен, әкесі жоқ, әкесі үнемі қатыгездікпен қол жұмсап өскен балаларда қорқыныш болады екен бойында. Қорқыныш болған балада қандай болады екен? Мына әкемен байланыстырады ғой ақша табуды. Шын айтқан кезде қалай екен? Ол белге байланысты. Көп десем мына әкенің қорқынышпен өскен, әкенің қамқорлығын өспеген әйел адамдарда болсын, ер адамдарда болсын көбісі бел ауырады екен. Бел ауырған деген сөз барлық ауыртпалықты нені көтергеннен ғой. Ал енді жаңа қорқынышпен өскен балада қандай болады? Мысалы, ақша әкеге керек дейді ғой. Қорқынышпен, ерімсіз, сондай қатыгездікпен өскен, семьяда әкесі өскен балалар жаңағы бір іс бастайды, кәсіп бастарда қорқып, сол істі, ақшаны қалай жасаймын, семьяның отбасын қалай асыраймын деп қорқып тұрады екен. Қыздарда да сол, балаларда сол. Мен айтар едім, әкенің орны бөлек. Менің өз әкем айтқан, әкесі жоқ, мас жедім, шешесі жоқ, тас жедім. Көрдіңіздер ме? Біздің ұрпақ қазір масалаңдап, қалбалақтап, қайда барарын білмей, кімге қарайды? Қазақ не деген өзі? Әке көрген ол жана, әкенің берген тәрбиесін жүзмектеп бере алмайды. Тағысын тағы осындай тәмсіз сөздерді берген, бірақ біз бұнда осындай кештерде лозунг, керемет, әдемі сөздерді шығарумен ғана жалау етіп жүрміз. Ал оның сөзінің әр жағына мәнін беріп, ұғынып, санамызға түйсініп атқанымыз шамалақ. Біз маңызды сәттерде де әкелер жалын отбасымызда болмайды екенбіз ғой. Оның бір мысалы мынада. Мектеп табалдырығынан дайын ұлым мен қызым болса, алғашқы қоңырауға үйдегі шешесі, бастауыш бітіріп жатса тағы ол шешесі, мектеп бітіретін соңғы қоңырау аттестат алады тағы да, университетке грантқа түссе шапалақтайтын шешесі, оны қалаға оқуға апарамын деп жатақханасына орналастырамын деп киім кешегін алып келетін тағы да шешесі. Біздің астымызда көлік бар, базарға апарамыз, алып шыққанда хабарласасыңдар, мен кеттім. Болдыңдар ма, келдім давай кеттік үйге. Оның диплом алып жатқан кездегі мантияны киіп тұрып, ректордың қолынан қызыл дипломды алып жатса да біз үйде жатамыз. Чатқа келген суреттерді пересадия етумен ғана біздің міндетіміз сол ғана екен. Ал оны біздің келешегіміз саналып жатқан ол мен біз оны қаламайды дейсіз бе? 2 жылдан бері әлеуметтік зерттеу жүргіземіз сауалнамаларға. Сонда қазақстандық ата-ананың портреті тырнақшаның ішінде әйел деген образ. Бізге сан мыңдаған бүкіл өмірден қатысқан ата-аналар сол кезде солай жауап берді. Қорытындысын шығарған кезде. Оның дәлелін мен жаңа ғана мысалмен келтіріп айтып кеттім неге екенін. Өйткені біз тағы айналып келген кезде, шешең шешем, барып анамнан сұра, сол жауап береді, мен басымды ауыртпаш, басым ауырып отырып жұмыстан келдім деген секілді тұрмыстық біздің тауқыметтегі өмірлерді алып келіп жатырмыз. Мұқағали атамыздың сөзі бар, біз жетімдерміз. Біздерге шекірмеңіз, біз аш жүріп, тоңып жүріп жетілгенбіз, біздер жетімдерміз деген сияқты. Әбіш Кекілбай атамыз әкесіз өсті, Мұхтар Шерхан әкесіз өсті. Бірақ сол кісілер үлкен жетістікке жетті ғой мәселен. Менің айтайын тұрғаным, көп жерде айтып жүрем, бір үйді салу үшін, осы мейрамхананы салу үшін көптеген адам еңбек етті, қаражат шығарды, осыны әдемі қылу керек, осыны көрген кезде халық келу керек деген сияқты осыған көп еңбек етті. 2-3 рет салды деп ойлаймын осы жерде. Бастапқыда кішкентай болды. Мейрамхананың өзі сол сияқты бір жақсы отбасын құрып, оның ішінен адам деген асыл нәрсені шығару үшін де оңай емес. Сондықтан біз айтып жүрміз, бұған бір үлкен мектеп ашу керек деп. Сол мектеп арқылы, оның ішінде жаңа айтқандай, жан дүниені де қосу керек деп айтып жүрміз. Себебі ақыр заманда ақылшы көп болады деп көптеген ақыл айтып жатыр, бірақ кері кетіп бара жатыр біздер.